Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен Корея елінің ұлттық тағамы корндокты жасайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар тізімін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға дәл осылай 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластыратын боламыз. Татымына қарай тұзын салып, бұрышты салып, және де түсін келтіру үшін паприканы салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қою масса шығу үшін соңынан ұнды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осымен клярымыз дайын. Келесі кезекте шұжықтарымызды дайындайтын боламыз. Мен осындай шұжықтарды пайдаланамын. Шұжықтарымызды сыртынан ажыратып, видеода көрсетілгендей дайындап алатын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Дайын болған шұжықтарымызды дәл осылай ортасынан бөліп, дайындап алатын боламыз. Және де ағаш таяқшалардың көмегімен, шпажкалардың көмегімен шұжықтың ортасына дәл осылай енгізетін боламыз. Дайын болған шұжықтарымызды қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Клярымызға дәл осылай айналдыра батырып, қызып тұрған майда қызарғанша қуыратын боламыз. Дәл осылай алтын түске енгенде алатын боламыз. Балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Корндоктарымыз дайын болды. Дәл осы соуспен ұсынатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.